Al ayavlı kandaslar, bizning bunda gelumizning sebebini kıskaça oğundurup ayta keteyim. Şinsay zamanındağı, odan burungu zamanlarda eski gözler bilir. 1936-1938'de Berköl'dün Avup Şinjan'a, Şinhay'a ötüp bir miktar sol manda kalıp her türlü jağdayga toşar bolup және de odan başka bir bölümü odan Tibet'e ötüp odan Hindistan'a ötken tostlarda ol gezdeki Şinsay'dın ağır zardabından avgan buların içinde bolup Tibet yolundan kaytkan Hindistan'dan kaytkan içinde bolup bir jürüp kaytıp barganlarınız da var. Onu özlerinize surastırıp bilip oturgan çıkarsızlar. Şinsay zamanında ağamız Yunus Kacı, akimizдің inisi Ojaubaydı, Kazak Kırgız Mongol Şult'un meselesini çeşemiz deyip Ürümcüge Jiska şakırıp, Ürümcüge aparıp 350 halk bastığın kastıgın. Bu adamların işinin ağamız Yunus Kacı, Ojaubay, töre şaripkan işinde 30 adamdı kamak kalıp, sotsuz suraksız joğalttı. Kalgan adamlar da 18 ay sonra үйдеріне қайтады. Мен де Үрімжіде оқып жүргенімде мені де ұстап жоғалтпақ болғандығын ұғып, Үрімжіден Қызылөзендегі ауылға қашып. Келіп, 3 жыл ел арасында болмай, одайым мал арасында жүрдім. Мұнда менің дерлікте бір күнәм жоқ еді. Бірақ та Шыңғыстай белгілі адамдардың ұрқын құрту саясатымен жоғалтпақ болған еді. Шыңғыстай кетіп, ұзышы келіп, жерлесіп, аз ғана кеңшілік берілген болды. Бірақ та 41, 42, 43, 44 жылдарда Алтайда, 44 жыл Құлжада төңкеріс болып, Құлжа Қытайлардан алынып, батыстағы көршілеріңіздің қолғабысымен, ол қалаға өзбек ұлтынан Алихан түрі басшы сайланып, Шарқи Түркістан атымен бір өкімет құрылды. 45 жылы 5 айда Манастағы өкімет бастығы бір қанша адамды өлтіруді пландап, 5 айдың ішінде Уақ Нұрфай батырды өлтіріп, қолға түскен әйелінді өлтіріп, 3 жастағы баласының тірідей ішін жарып, жүрегін суырып алып, өлтіріп, жүрегін Қытай әскері қарақтың көзінше отқа қақтап пысырып жеді. Мұнан 5-6 күн соңыра менің Ұлымжанызның қызыл шоқысының үстіндегі кенерем жолмен келе жатқанымда Қытайдың қоңлысы деген мергеніне жорымды сосып атқызды. Тәңір сақтап, оқ тимей аман құтылдым. Мұнан 3 күн соңыра Қытай әскері бір түнді ауылымды шауып, мені өлтіру үшін келе жатқанын ұғынып, шарасыз жан қорғау үшін жолын тосқанымды біліп, әскерлер қайтып кетті. Бұл мәселені жерлі Қансу және қазақ бастықтарын жеп алып, айзып, бұған бір шара көрілуін, тоқталуын айтқанымда, олар үнем бермей желістен тарқап жайына кетті. Онан соң жаныма бір жолда салып, Манастағы Жыңсажу идарасы бастығы және Шанжаңына бар сөйлестім. Уақиғаға оларда үнем бермеді. Менің Манасқа кеткенімді біліп, артымнан 30 адаммен, яғни 30 Қытайды ертіп, қоңлосы қуан екен. Маған жолда жетісе алмай, олар да Манастағы Жыңсажу идарасына келіпті. Жыңсажу идарасы бұлардың өзін, аттарын жасырып қойғандығын оғып, Жыңсажу, яғни сақшы бастығы идара бастығынан сұрағанымда, ондай адам келген жоқ деді. Бірақ беті қызарып, қысырып жауап берді. Оның соң Шанжаңмен және партия бастығын бірлестіріп сөйлесіп, бұл сұрағаны айтқанымда, сақшы бастығына телефон өтіп сұрағанда Шанжаңға келді деп жауап берді. Шанжаң оларды қамап қой деп әмір беріп, олар қамалады, сен үйіңе қайт деді. Мақұл деп үйге қайтатын болып тұрғанымда, сіз қай жолмен қайтасыз деп сақшының бірі келіп сұрады. Мен шиқаңыз жолымен қайтам дедім. Болады, сол жолмен қайтыңыз деді. Артынан сол сақшы идарасындағы бір танысым, сені шиқаңызы көпірі, сәңгеранызы көпірі екі жерде тосып аттыру үшін 15 кісі сақшы идарасы адам жіберді деді. Мұны ғып, онан соң Манас суының бойымен жүріп, шоқаннан шығып, ауылға жол жазып келдім. Кінәсіз мені өлімге арнаған, айтқан арызымды елемегеннен кейін, жан қорғау үшін сол салдардан Қызылөзенде төңкеріс бастадым. Екінші күні барлық ел қосылды. Бұл бастаған төңкеріс
Neticeге ulaşıp Altay, Tarak, Batay, Kulca 3 vilayet birleşip bir hükümet kuruldu. İsterin emrindeki Batıs'ta körşülerimiz Mağdal'da aldam kaltasını alıp üçün Şön merkezi hükümetimin eliksiz kol koyuğa zorladı. Kol koyulup da Şinjan Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bölgesi burada. Askeri bastığı, yine hükümet bastığı, merkez için Kıtay hükümeti saylaydı degen toktama kol koyulup birleştirilgen boldu. Ürümde bu koyuluşpa jasalgan günü Kulcadağı Alihan töreni Batıs'tағы körşü devlet Sovet hükümeti ustavar bitti. Budan korkkan halk bastıkları kığa çıktı. Bizim basımızga bu mesele kezdetetim boldu. 47 yılı küz ayında can korgap Manas suunun sığısına azgantay bir bas korgaw kozgalışın jasap ötüp çıktık. 1948 yılı da Mao başçılığındağı hareket Orus'pen dostasıp Cüngöde ülkün kozgalış kaynaldı. 1949 yılın sonunda Amerika'da Cerlemin üzgün, Cangaşık şarasız Tayvan'a barıp jelleşti. Biz Ağustay barıp Kökürük degen jerge barıp jelleşip oturganımızda Ürümüzden Mao'dun kumandanının emrimen bizlerge şabul jasap, kırıp joyup kaytarıp äkeli üçün Karaşehir'e partizan geldi. İçinde Kazaklar da var idi. Biz bu gezde osu yerde oturamız, hükümetke bağlanamız. 10 ming koy mınat berimiz dep elçi verip tыныш oturgan edik. Bu an Karaşehir valinin yani askeri bastanın generalının haber var idi. Karaşehir valiyi yani generalı tыныш yatkan ilgi şabul jasanmaydı. Dep ruhsat vermey partizanlarda Ürümçüge kaytardı. Әрине бұл шабуылды пландаған өкмөт бастығы және генералдың, және де мәслихатчы көршілердің түпкілікті бір fikir болғандығын еске алып, Шинжан құдытынан бір мүддет шығып, отыруды ойланып, бөкөнің жүрген көнші шәрісі мен шағлық шәрісіне орамай, Тарым өзенінің аяғын басып, өтіп, Лоп көлінің мойнынан кесіп өтіп, Лоп чөлінен ауыр қиыншылықтарды көре, әйтеу аман есен 1949 жылы 12 айдың 20 gün Kökürüktен көшіп, 3 айдың басында Gasköl'ге келіп жерлестік. Gasköl'де отырған тұрғын қазақтарға Шыңғай сыңы және Шинжаң сыңы бастықтарынан ол көшіп барғандардың бастығын ұстап берді деген бұйрық нарын оқып көріп отырдық. Сонымен ол жерде бір жылға жуық тұрып, Шәршен қаласына біз осы жерде тұрамыз, өкіметке бағынамыз деп жіберген екі елшімізді 4 айда жібермей отырып, 51 жылы 1 айдың 20 күні атты танкті 4500 әскер Шинжаң сыңынан, яғни Шәршеннен шығып, бізді Қызыл Таста деп ойлап келіп, Gasköl'de ақшам мүлчөрінде елмен кездесіп, дайындығы плансыз болғандықтан шабуылын жеткілікті жалғастыра алмай, елді қанға бояп, қанай алмай, керекті бастықтарды ұстай алмай, әскерлер арманда қалды. Ел Қызыл Тасқа үркіп шықты. Аралдағы малды алып келу үшін адам жіберіп, Қызыл Таста 2-3 күн аялдады. Ел гәстен үріккен күні, гәсті қалып, келген әскермен тілдесуді ойлаған. Екі азаматқа Қытай әскері көріністе 2-3 адам тілдесуші жіберіп, жасырын артын қоршап ұстау үшін әскер көндірді. Бұл бір емес 2-3 рет тәжірибе болды. Көз ашып көкірегі ойлы екі азамат бұл ниетін білген соң Қызыл Тасқа шығып келді. Ертесінде аралдан мал да келді. Мал келген мезгілден 2-3 сағат кейін әскерлер де жақын жерге келіп түсіп, бағыныңдар, бағынбасаңдар түгел қырамыз деп елші жіберді. Бұнан сескенген халықтың пікірі 2-3-ке бөлінді. Bir miqdar әскерге бағынуға қайтты. Bir miqdar бағынсақ та соңымыз өлім. Тізерлер беріп, күн көргенше тіке жүріп өлеміз, бағынбаймыз деп Қарлытауға көшетін болды. Қарлытауда істеген пәрекет ауру бар еді. Өкіметте бұны пландап, әскер жолдаған еді. Бұл кезде әскерге әзірше шабуылға кешпесін, 3-4 күн тоссын деген бір-бірлерінің сөзіне құлақ қоймаған әскер шабуылға кешті. Азынаулақ айқаспа болып, бағынбаушылар жан сауғалап көш тартты. Көш Есекбаттан өтіп, Мұңлуаққа барып аялдағанда, және артынан қуған әскер
Mınbılақтың басынан айланып, ел Қарадөңге кетті деп, адас жүріп кетіп, ел чабуылдан аман қалдық. Қарадөңге көшіп барған азғана адамдардың кейбіреулерін өлтіріп, қалғандарын Чәрсен Чағдыққа айдап жіберіпті. Ыстан әскерлері қырылып, 20 неше күнде Қажырадан құлдап қайтып айналды. Көбі ыстың қырғынына ұшырады. Көш төбет топырағына шығады, алдын тосып жіберген Шағлықтан шыққан әскері. Тебеттің жонында 250 әскерден 2000 ыстан өліп, 500-дей қалып, біздің Тебет жонында отырғанымызды біліп, Чәрсен Чағдыққа хабар берген соң, 2500 әскер қосаратпен тыныш отырған бізге шабуыл жасады. Жолдан қайтқандардан басқа жолға шыққан 195 адамнан 15 адамымыз жолда ыстан ауырып қайтыс болды. Жол бойы келген әскермен 7 рет соғыс болды. Хинсан ұхытына кіру үшін 58 күн тосып отырғанымызда әскерлер мен 4 рет жиыны 11 рет шайқаспа болды. 3 еркек, 1 әйел шahit болып, 1 әйел қолға түсіп, қуғыншы әскерге. Әскердің хақсыз шабуын лайықты қарсылықты беріп, не дәуір азайтып, 1951 жылы 10 ай 20 күні Хинстанға 175 адам өтіп шықтық. Алдар замандағы келген Кәбен Сұлтан Жәріп 350 адам 2,5 жылға жуық отырып, 53 жылдың соңы, 54 жылдың басында Түркияға келдік. Bütün жол расқұтымызды дүние Қызылхаш, Қызылай жәмиғаты қарсылады. Кашмир өкіметінің бастығы Шейх Мұхаммед Абдулланың басшылығындағы Кашмир мұсылмандар естен кетпес қайырымды қызметте болынды. 1936-1938-лерде Бәркөлден ауған туыстармен Пәкістанда отырғанда олармен қаттаса отырып Түркияда бірлестік. Түркия өкіметі өз қандасымыз болған халық басымызға үй, бауырымызға қазан, қолымызға расқұттық ақша беріп, ескенлі көшмен қып желестеді. Ескенлі мағанасы басыңа үй жасап беру, қолыңға расқұттық ақша беру, еген сыратын жер беру мағанасын тасиды. Түркия халқы бұдан ғасырлар бойы Түркістаннан Иран қабырға Алтай, Тарық Батайдан шығып келген бір халық. Тәкілмәкан дәйлісі өзінен өзі құрып, құмға айналып, соғырып чөлге айналған соң, Есенбұға батыр елді бастап Ақтеңіз, Қаратеңіз ортасындағы ескі атамекен келіп жерлесуді есін алып көшкен. Жолда аурудан Есенбұға батыр қайтыс болып, баласы Сүлеймен бастап Түркияның құдыты Фырат өзенінің жағасына жетіп, судан өтіп шығам дегенде аты суға жығылып, суға кетіп қайтыс болған. Екі үлкен ұлы, ұл әкемізде Есенбұға, өз әкеміз Сүлеймен де қайтыс болды. Бұл жол бізге жақпады деп, азғана елмен қайтқан. Кіші ұлы Ертуғрыл Ғазы, өз әкемде, ұл әкемде тірі болса қайтпас еді. Мен әкелерім пікірін орындаймын деп, өзеннен өтіп, бүгінгі түрік топырағына өтіп, бұл жердегі Әрмәни ромлардан бірте-бірте құқық алып, дүниеге мәшһүр түріктің 15-ші дәулеті, Османлы дәулетін құрып шыққан. Ескі ақын Мағжан Жұмабайұлының айтқанындай, бауырларыңыз, қандастарыңыз осы. Ел Қаратеңіз, Ақтеңіз ортасында бауыр мені тастап қалған кетті деген өлеңіндегі сөздерінен ұғынарсыздар. Және Мағжанның бір өлеңінде ертеде оқысы жақсат сияқын жейхын түріктер бұл екеуін дәлелейтін. Киелі Солик судың жағасында көресін қасиетті бабаң бейтін дейтін жердеміз. Ескі аталарымыздың қара қонысында Ақтеңіз, Қаратеңіз ортасында жасап жатырмыз. Жиыны 6000-нан астам қазақ бауырластарыңыз бар. Алаш Орданың бастығы Әлихан Бөкей ханды Сталиннің әскері ұстап алып бара жатқанда айтқан арманындай, болдым ғой ақылымды тауысқандай, мерт болдым айға шау арыстандай, сұңқарда биік шыңнан орын алмай, шықылдап қолға түсім сауысқандай деп, еткен арманына біз жетіп биік шыңнан орын алып жасап жатырмыз. Біздер елмен жер сіздерден безіп кетейік демедік. Жоғарыда ескерткеніміз дей, шарасыз ұзап көшуге мәжбүр қалдық.
Türk milleti hükümeti, Çin hükümetimin barış geliştin boluğun, bölüngün semiyelerin birleşiğin, Udayı kalagan bir devlet. Joğukla sizlerin başlarınız özgürüp, kalakka biraz keng jagday tuldurgandığına öte razı. Әсіресе дінге еркіндік берілді дегенге бұған бүкіл дүние мұсылмандары разы. Мүмкін болғанда әртүрлі діни кітаптар жіберуді де қалайды. Сіздің үкіметтің дүние халықтарымен тағы да кең байланыс жасауына, араласуына, аз ұлтқа ерекше қарауына халықтың қалауымен бастықтар сайлануына шынайы көңілден тараптар. Біз де әрине соны қалаймыз. Тұрмысымызда ешбір қандай кемшілік жоқ. Аталарымыздың бір мақалы бар. Атасында көрмегенді ботасында көр дегендей жағдайда жасап жатырмыз. Ал аяулы қандастарым, 1954 жылғы Түркияға келгеннен кейін, тіршіліктің қамымен әрекеттерін бір қанша жыл өткеннен кейін, иқтидари тұрмыста түзелгеннен кейін, 1960 жылы 6 айда ұзақ шығыстағы Бельгияға түрік уәкілдерімен бірге İran, Pakistan, Malezya, Singapur, Şangang'da aralap forumuza kadar barıp kayıttım. 1962 yılı Allah nasip etip Arap toprağına aralap Hacı'ya barıp geldim. 1972 yılı gene eğilimмен birlikte Hacı'ya barıp Hacılık mindet ötülgön son Pakistan, Hindistan, Endonezya, Şangang, Tayvan, Japonya, Amerikan, gene Avrupa'dağı Angliya, Fransa, Almanya, yani Germanya, Yunanistan devletlerinin eğiliminin birlikte aralap 4,5 ay yürüp geldim. 76. yılı savda jönümün bütün Avrupa devletlerini araladım. 1979 yılı yine uzak şıkıs devletlerini aralap kayıtsta hacı zamanında hacılık parası ötüp kayıt geldim. 1980 yılı 8. ayın 24'ünün 9. ayın 24'üne şeyin. Bir ayday Taşkent'teki hicretin 1400. Yılın ötküzü, yani 1401. Yılın Karsalı Cilisine onların şahkırımının barıp 38 Müslüman devletten 120'den barıp Rusya'nı aralap, Rusya'da Kazak kandas Tarminin Türk Müslüman tapları da aralap geldim. Erini dünya körgüde tecrübeli o da köp жақсы bir iş. Bırak Kazaktın tozundağını dinin azayğanda köngülde jarımdattı. Uzaktan oğumda barıp gelgendirmenin başka oğunduruşlardan aytığında sizlerin jaktığında Şinjangdağlarında dinin neşerlagan degende estiginde әрине недәуір көңіл делжалдайды. İnşallah енді жақсарасы деп ойлаймыз, сенеміз. Әзір өкіметтеріңіз дінге еркіндік бердік деп жариялап отыр. Дәм тарса Алла нәсіп етсе, сіз достармен де диделесермен деп үміттенем. Және де ескерерлік бір шаруа. Ақсай қолмұттар қандастардың Шинжаңға келіп жерлесу үшін қамқор өкіметтеріңізге ол Ақсай және қолмұты басшыларымен Шинжаңдағы ел бастықтары тілек қойып, ұлықсат алып, жерлестіріп білесіңіздер. Дегенде бұл жақтағы туыстарыңыз қалайды. Аздың жағы жоғалса табылмайды. Көптің оғы жоғалса табылады дегендей, Шинжаңдағы көпшілік қазақ бауырластарына келіп, қосылса тәуір болар деп үміттенеді. Ал өткен жылдарда Ауған өкіметі Совет өкіметімен байланыс жасап, бірінші көтеріліс болып, соңында Бәбіра Қармалдың Совет әскерін келтіріп, жердестірген соң 1925-1927 жылдары Орта Азияны орыстар қолына түсіріп алып коммунист заңды жүргізгеннен соң Ауғанстанға қашып өтіп келген, келіп жерлескен қазақтардан өткен жылы 150 бауырларыңыз Түркияға келді. Бұларға қолдан келген жәрдемді болынып, Түрік өкіметіне білдіріп, бірнеше рет жәрдем бердік. Қазір Стамбулда жерлесіп отыр. Және Ауғанстаннан қашып шыққан 200 үйлік қазақ бауырластарыңыз Иранға өтіп, одан Түркияға келудің әрекетін қарастырып жатыр. Бұған да жәрдемдесудеміз. Бұдан басқа 1925-1927 жылдарында және Русиядан қашып, Ауғанстанға келіп жерлескен түрікмен
Kardeşlerimizden 400'lük adam Pakistan'a ötüp gelip, odan Türkiye'ye gelip birisi hareketinde. Bularga da koldan gelgen hizmetте bolmudamız. Barlık tilegimiz sizlerden el bolup, eşçiyip, adet kurup da saltsanan unutmay, din inanışlarınızdan kuatlanıp, medeni el katarına tezden yetişүүлеріңізді tileyimiz. Sizlerge жалпы жағдай жөнүндө көптүн фикирин жалгастыра отуруп, құрметпен сәлем жолдаған Хажы Хамза Шөмішбайұлы.